жалпы құрбан айттың сауабы жайында ең бірінші құрбандыққа ниет еткен адамдардың күнәсі кешіріледі екен. Бұл өте үлкен құлшылық. Бұған дәлел Пайғамбар алейхиссаламнан: «Я Расулалла, ма хазикил адахи». Я Расулалла, осы құрбандық шалудағы мақсатымыз не біздің? Жалпы қазір кейбір бауырларымызда айтып жатыр, осындай қиын қыстау кезде құрбандық шалмай-ақ, биыл жұт болып жатыр, малдарымызды соймай-ақ, бәлкім сол кететін ақшаны солардың жем шөбіне жұмсасақ болмайды ма деп бір бауырларымыз желіде осындай үндеп айтты. Оны тіпті муфти хазіретке үндеп айтылды. Бірақ сахабалар сұрап жатыр: «Я Расулалла, осы малдарымыздың қанын ағызып, мал сойғандағы мақсатымыз не? Мәл адахи». Расулалла айтты: «Қала сунната абикум Ибрахим». Бұл Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет амал деді. Бұл кеше ғана пайда болған амал емес, Ибрахим алейхиссаламнан келе жатқан сүннет амал. Оның тарихын білесіздер. Ибрахим алейхиссалам түс көрді. Түсінде сол қартайып қалған шағында баласы Исмаилді бауыздап атқан бірнеше мәрте көрді. Пайғамбарлардың көрген түсі ол уахи еді. Яғни ақиқатында Ибрахимді Алла Тағала солай сынады. Сол жақсы көріп көзін қуаныш болып есейіп қалған Исмаил баласын бауыздау еді. Бірақ Алла Тағаланың сол сынағынан аман-есен екеуі өтті. Оның қиссасына кірмей-ақ қояйын. Расул соны айтты: бұл құрбандық сол Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет амал, біліп қойыңыздар. Қалу ма лана минха. Сол сүннет амалды орындайтын болсақ, құрбандықты шалып, ол жерден біз қандай сауап аламыз деп сахабалар сұрады. Қала бикулли шаратин хасана. Сол шалынған құрбандықтың әрбір түгінен сауап аласыңдар деді пайғамбар алейхиссалам. Бұл өте үлкен сауап, құрметті ағайын туыс. Қалу я Расулалла фасуф. Ал жалпы жүні ше деген кезде қала бикулли шаратин суф хасана. Және сол жүндегі әрбір талшықтарына да сауап аласыңдар деп айтты.